Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күнделікті спортпен айналысу тәртібі. Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазыұлы. Сабағымыздың мақсаты күнделікті спортпен айналысу тәртібін зерттеу. Сабағымыздың барысы оқушыларға салауатты өмір салты жөнінде кеңінен таныстыру, дұрыс тамақтану жолдарын қарастыру, жалпы дамыту жаттығуларының адам ағзасына әсерін көрсету, жаман әдеттен аулақ болу жолдарын қарастыру, дене тәрбиесіне деген қызығушылықты арттыру. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабаларымыз тәні саудың, жаны сауды бекер айтпаған. Спорттың қай түрімен айналысу адамның қабілетіне байланысты болады. Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан. Ол сондай-ақ спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бірнеше түрге бөлген. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен жаттығу жасау керектігін айтып кеткен. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығы үшін өте маңызды. Дұрыс тамақтану үшін біз алдымен мына ережелерді айтып өтейік. Тамақ құрамында негізгі қоректік заттардың болуы. Ақуыз. Ақуыз етте, жұмыртқада, жаңғақта, сүтте кездесетін қоректік зат. Май. Бұл түрлі жаңғақтарда, балық етінде және түрлі көкөністерде кездеседі. Үшінші, бұл көмірсу. Көмірсу бұл қара нанда, картопта, макарон өнімдерінде, жармаларда және басқа да дәнді дақылдарда кездеседі. Және де тағамның рационында қосымша заттардың болуы аса қажет. Олар дәрумендер және микроэлементтер. Ал тағамның нәрлігі ол адамның жасына, сосын барып денсаулығына, оның көңіл күйіне, табиғаттың климатына, яғни ауа райыға байланысты болады. Және тәулік бойынша тамақтанудың мөлшерін сақтаған жөн. Яғни күніне 3 мәрте немесе 4 мәрте тамақтанған дұрыс болады. Соңғысы тамақтануды санитарлық, гигиеналық нормаға сай жүзеге асыру қажет. Қарапайым тілмен айтқанда, қолымызды жуып, содан кейін барып тамақтануымыз қажет. Қазіргі заманда танымал кең жайылған тағамдардың арасындағы ең зияны қандай? Өңделген ет. Қатерлі ісік ауруларын зерттейтін институттың сүрленген, мұздатылған, тұздалған химиялық консерванттар қосылған ет ас қорыту жолдарының қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін деп тұжырымдайды. Консервленген құрамында өте көп тұз, май, холестерин бар бұл етте пайдалы заттар да қалмайды. Мұздатылған тағамдар. Мұздатылған астар қазіргі әлем бойынша танымдылыққа ие бола бастауда. Дайын тамақты жемес бұрын жылытады. Бұндай тамақта калориялар шамадан көп, натрий мөлшері тым көп болады. Картоп қытырлақтары. Мәселе оның ішінде салмақ жинайтын зиян көмірсуларында ғана емес екен. Картоп қытырлақтары мен фри картобында акриламид есімді канцероген бар. Ол тамақты жоғарғы температурада дайындағанда пайда болады. Бұл жыл сайын бірнеше мың қатерлі ісік ауруының туындауының себебі. Майсыз тамақтар. Қорабында майсыз, май үлесі 0% деген жазуларға алданбаңыз. Майдың аздығынан дәмін жоғалтқан тағамның дәмін келтіру мақсатында өндірушілер құрамына тұз, қант, басқа да қоспалар қосады. Диетолог мамандардың айтуынша, ондай тамақтан гөрі кәдімгі майлы болса да тағамдарды таңдаған дұрыс.
Маргарин. Маргарин құрамында холестерині жоқ, сары майға жақсы балама деп саналады. Алайда оның құрамында сол холестеринді көбейтіп, қан жолдарын зақымдайтын трансгенді майлар өте көп. Оны мәңгілікке рационыңыздан алып тастап, табиғи майларымен ауыстырыңыз. Газдалған сусын. Газдалған сусындарға құмар болу, артық салмақ, ұйқы безінің қатерлі ісігі сияқты нәтижеге алып келеді. Бір бөтелке газдалған суда 10 қасық қант бар. Газдалған сусынды күнделікті емес, анда-санда ішетіндердің өзі ауыр ауруларға шалдығу мүмкіндігін бірнеше есе арттырады. Жүрек, тамыр аурулары, диабет, міне газдалған сусындарды сүйгіш жандардың болашағы. Аурулардың бәрі ауыздан кіреді демекші, не жеп, не ішкенімізді қадағалап, мән берсек, мүмкін ұзақ, бақытты, сау ғұмыр кешеріміз. Жалпы дамыту жаттығулары. Жалпы дамыту жаттығулары дегеніміз қозғалыс, жеке дене мүшелерінің және жаттығуды орындауға жылдамдығы жоғары және орташа амплитудалық бұлшықеттердің бағыты, жаттығу құралдарымен және құралдарсыз орындалатын арнайы жаттығулар. Гантельмен, нығыздалған доппен, гирмен, гимнастикалық таяқшамен, әртүрлі гимнастикалық құрал-жабдықтармен орындалады. Жалпы дамыту жаттығуының классификациясы адамның жан-жақты дамуына жаттығуды топ-топқа бөліп, адамның дене тұлғасына әсері бойынша жасайды. Бірінші, мойын бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Екінші, иек және қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Үшінші, кеуде бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Төртінші, аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Бесінші, тұлғаның барлық бұлшықеттеріне арналған жаттығулар. Сабағымызды қорыта келе, адам ағзасына айтарлықтай күш түсірмейтін, әрі хобби болып есептелетін би, жүзу, таза ауада, коньки тебу, шаңғы тебу, теннис ойнау, баскетбол ойнау, футбол, хоккей ойнау өте пайдалы. Бұл спорт түрлері адамдарды ұжымдаса отырып қимылдауға, ауызбіршілікке шақырады.